Бүгін сіздерге кішкене инсайтпен бөлісе кеткім келіп тұр. Тағы да уақыт. Біздің уақытымыз жалпы қайда кетіп жатыр? Сіз білесіз бе, жалпы негізі адамдардың көбісі қазір инстаграмдағы жылтырақ өмірге бейімделіп қалды да, өзінің өміріне артқа қараса, уже оны жек көре бастайды екен. Вот сол кезде сіздің уақытыңыз қайда кетіп жатқанын білмей қаласыз. Негізі адамның, басқа біреудің не істеп жатыр, не ішіп жатыр, не қойып жатыр, соның барлығын ақтарып мұны қазып сөйткенше, одан да өз өміріңізге уақыт бөліңіз. Өзіңіздің өміріңізде не болып жатыр, не қойып жатсыз, соны нақты мән беріңіз. Яғни сіз бүгін бір кітап оқимын дедіңіз ба, оны соңына дейін оқып тастау емес, оны бір бетін, бір тақырыбын оқу. Арықтаймын дедіңіз ба, оны 20 килограммға арықтау емес, бірінші сіз кішкенеден бастаңыз. Бірінші тренировка бастаңыз, или үйден тренировкаға бармайтын болсаңыз, үйден кішкентай жаттығудан бастаңыз. Қазір көп қой, ашып қалсаң уже интернетте толып тұр ғой, не істегің келеді соның барлығы. Сол үшін де істеймін дедіңіз ба, соны істеп тастаңыз. Бүгін қандай не істеймін дедіңіз, соны ойыңызда ұстап жүрмей, бүгін істеп тастаңыз. Звондаймын дедіңіз ба, звондап тастаңыз. Кімге звондаймын дедіңіз, соған звондаңыз. Кешірім сұраймын дедіңіз ба, сразу біреуге звондап кешірім сұрап тастаңыз. Оны ойыңызда мүлде алып тастаңыз, кешірім сұраңызда. Үшінші, істеймін дедіңіз ба, бүгін не істеймін дедіңіз, соның барлығын істеп тастаңыз. Ол босқа сіздің энергияңызды кетіреді. Төртінші, сіз бүгін мысалы жоспар құрдыңыз ғой, жоспар құрған кезде соңында галочкалар қойып бастайсыз ғой. Сол галочкалар қойған кезде сізде қуаныш сезімі пайда болады екен. Яғни сіз әрбір істеген ісіңізге, бүгінгі күніңізге қуанышпен рахаттанып жатады екенсіз да, кешке ұйқыға кетер кезде. Вот сол сияқты сіз уақытыңызды босқа өткізбей, біреудің өміріне өткізбей, өзіңізге қуаныш сыйлауға өткізіңіз. Бүгін кафеге барам дедіңіз ба, мысалы, именно кафе демей-ақ, өзіңіз үйден кофе қылдырып істеуге болады ғой. Ресторанда қандай тамақ береді, соны істеп ішуіңізге болады мысалы. Или бір кафеге шығып, бір өзіңізден 5-10 минут жерде шығатын. Сол жерге барып, өзіңізге бір керекті тортпен, или немен, кофе ішкіңіз келе ма, шай ішкіңіз келе ма, соны барып орындап қайтыңыз. Бүгінгі не істеймін дедіңіз, соны орындап қайту. Яғни уақытыңызды босқа өткізбеу деген.